Сөз депутат Ерубаев Серік Сәрсенұлына беріледі. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер. Ақ фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің орынбасары Тоғжановқа жолданады. Ағымдағы жылы мектеп түлектерінің ұлттық бірыңғай тестіне жаңа форматта тапсыруда бейнекамераларды орнату және прокторинг жүйесінің арқасында білім министрлігі тестілеу процесін ашық түрде өткізуде. Сонымен қатар, биыл түлектер қажет болған жағдайда тестіні қайта тапсыруға мүмкіндік алды. Мұның бәрі жақсы және дұрыс шаралар, бірақ ата-аналар ұлттық бірыңғай тестіні қайта тапсыру мерзімінің белгісіздігіне байланысты депутаттарға жүгінді. Белгілі болғандай, бұл мерзімнің нормативтік түрде анықталмағаны тек ауызша тамыз айының соңы деп аталды. Өткен оқу жылындағы қашықтықтан оқыту және осыған байланысты стресстік жағдайлар түлектер көрсеткіштерінің нашарлауына ықпал еткенін атап өткен керек. Мысалы, тек 15 маусымдағы тестілеудің 1600-ға жуық тестілеушілердің 60 мыңнан астамы немесе 40% шектен еңгере алмады. Ал 1200-ге жуық түлек тестілеуге мүлдем жіберілмеген. Бұл балалардың көпшілігі мектепте жақсы көрсеткіштерге ие болды, және тестінің нашар нәтижелері өте ауыр қабылдады. Отбасыларының көпшілігі мемлекеттік органдардың қашықтықтан оқыту төмен сапасын кінәлап, наразылық білдіруде. Мұндай шағымдар үшін объективті негіздер бар екенін мойындауымыз керек. Сонымен қатар, көптеген ата-аналар балаларының осы алғашқы үлкен сәтсіздікке реакциясы туралы алаңдаушылық білдіруде. Кешеге сәттіде үмітке толы түлектер эмоцияларды күйзелісті сезінді және ата-аналары мен табысты сыныптастардың алдында ұятқа қалуда. Өткен жылдарының статистикасына сүйенсек, қанша түлектер стресске төтеп бере алмай, төтенше жағдайларға барды. Құдай сақтасын одан. Сонымен бірге, бұл балалардың қылмыскер емес екенін, қоғам алдында ешқандай кінәсі жоқ екендігін ескеру керек. Лайықты білім алуға және өмірде жетістікке жетуге деген ниеттері бар жастарымызды табандылықпен жігерлендірген дұрыс болар еді. Тарихта алғашқы емтиханды сәтсіз аяқтаған, бірақ өмірде үлкен биіктерге жеткен табысты мемлекет қайраткерлері мен кәсіпкерлердің көптеген мысалдары бар. Айта кетсек, әлемдегі ең бай адамдардың бірі Alibaba дүниежүзілік сауда интернеттің жүйесін жасаушы Джек Ма 10 рет университетке түсу емтиханнан тапсыра алмапты. Аса ұлы ғалым, салыстырмалық теорияны авторы Альберт Эйнштейн мектепте топас оқушы деп есептелген екен. Әрбір баланың талантын көпшілік жүре бара байқайды. Алысқа бармай-ақ өз мақтанышымыз Димаш Құдайберген де соған айқын деп дәлел. Сондықтан біздің жастарымыздың алдында есікті жабудың қажеті жоқ. Олардың арасында болашақ ғұламалар мен әйгілі азаматтар бар деп сенеміз. Көптеген шетелдік жоғары оқу орындары біздің түлектеріміздің ұбытсыз өз ережелерін бойынша қабылдайтынын да ескеру керек. Қайта тапсырудың алшақтауының әсері кейбір талапкерлердің Қытай, Латвия, Чехия, Венгрия, Украина және тағы басқа елдердің университеттеріне түсуге мәжбүрлейді. Ресейдің кейбір жоғары оқу орындары жылдың басынан ең жақсы оқушыларды шақыра бастады. Сол себептен мыңдаған балалар Қазақстанда ұбытыдан бұрын кетеді. Осылайша біз ұбытының қайта тапсырудың кешіктіруді ешкіммен негізделмеген және айқын тәуекелге алып келеді деп есептейміз. Сондықтан, құрметті Ералы Лұқманұлы, сізден шұғыл түрде білім министріне қайта тестілеуді қысқа уақыт ішінде ұйымдастыруды және осы мәселені жеке бақылауға алуды тапсыруды сұраймыз. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары. Рахмет.